Қайырлы күн достар, бүгін сендермен 3-ші сынып 24-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділік. Бұл сабақта 2 мен 3 амалдан тұратын есептерді шығаратын боламыз. Бірінші тапсырма кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар деп тұр. Бұл жерде 1, 2, 3 есеп берілген, яғни біріншісі бағасы 9 теңге, саны 3 дана болып тұр, оның құны неше теңге болып тұр. Сатып алынған заттың санын білу үшін бізге құны керек, құнын табу үшін мына форманы қолданамыз. Яғни заттың құнын білу үшін заттың бағасын оның санына көбейту керек. Яғни бізге құнын табу керек, бағасын көбейтеміз санына. Саны 3 дана, бағасы 9 теңге болып тұр. Яғни екеуін көбейтеміз, 27. Құны 27 теңгеге тең. 27 теңге. Екіншісінде заттың саны белгісіз, құны 30 теңге, ал бағасы 5 теңге болып тұр. Ал санын табу үшін мына жерде мына форманы қолданамыз, яғни құнын бөлеміз бағасына. Екіншісі, құны бізде 30 теңге, оны бөлеміз бағаға, 6 дана шығып тұр. Мына жерге 6 қоямыз. Үшінші есеп, бізге саны берілген, құны берілген, табу керек бағасын. Бағасын табу үшін мына форманы қолданамыз. Яғни бағасы тең болады, құнын бөлеміз санға. Үшінші есеп, құны 24-ке тең, саны 6-ға тең, бағасы 4 теңге болып тұр. Яғни мына жерге 4-ті жазамыз. Келесі екінші тапсырма, бұл жерде дүкен ойыны. Сен дүкенге келдің, әрбір сатып алынған заттың құнын анықта. Кесте бойынша есептер құрастыр деп тұр. Бірінші есеп, бізге берілген 9 теңгеден және 5 сәттер деп тұр. Яғни бұл бағасы 9 теңге дегеніміз, ал саны 5 сәттер болып тұр. Бізге табу керек, құнын табу керек. Құнын табу формуласына бірінші есептің бір бағасын жаздым, санын жаздым, табу керек, құнын табу керек. Құнын табу формуласы бағасын санға көбейтеміз, яғни 9-ды 5-ке көбейтсек 45 теңге болады, құны 45 теңге. Екінші есеп, бізге бағасы берілген 7 теңге, ал саны берілген 4 дәптер қап деп тұр. Бізге табу керек, құнын табу керек. Құнын табу формасы бағасын санына көбейтеміз, яғни екеуін көбейтетін болсақ, құны 28 теңгеге тең болады. Үшінші есеп, бізге 8 теңгеден деп тұр, яғни бағасы берілген, сосын саны берілген 2 ашық хат деп тұр, 2 штук. Бізге табу керек құнын. Құнын табу формасы бағасын санына көбейтеміз, сонда 16 теңге болып тұр. Келесі, бізге берілген төртінші есеп, бізге 8 теңгеден деп тұр, бағасы, саны берілген 3 хат қалта деп тұр, табу керек құнын. Құнын табу формасы, яғни 3-ті 8-ге көбейтеміз, 24-ке тең болады. Бесінші есеп, 8 теңгеден бағасы берілген 4 бет белгі, яғни саны берілген 4 штук. Екеуін құнын табуымыз керек. Құнын табу үшін екеуін көбейтеміз, яғни 32 теңге болып тұр. Алтыншы есеп, 6 теңгеден деп тұр, яғни бағасы 6 теңгеден 5 өшіргіш деп тұр, яғни 5 штук өшіргіш берілген. Құны нешеге тең, соны табуымыз керек. Құнын табу формасы, яғни екеуін көбейтеміз, 50-ге тең болады. 50 теңге болып тұр. Келесі тапсырма, бірінші есеп. Бізге айтып тұр, болды 100 теңге, болды 80 теңге, болды 70 теңге. Ал сатып алынды 8 теңгеден 3 қалам болып тұр. Мына жерде 9 теңгеден сатып алған 2 дәптер, 9 теңгеден, 2 теңгеден 4-еуін сырғышты сатып алған. Біз жазамыз, берілген. Бізде болды 100 теңге болды. Біріншісінде 100 теңге, мынаны жаздым. 100 теңге болды. Сатып алынды. Сатып алынды 8 теңгеден, яғни 8 теңгеден. Міне, 8 теңгеден неше қалам сатып алды? 3 қалам. Яғни 3 қалам. 3 қалам сатып алынды. Бізде қалды неше теңге деп тұр. Яғни 100 теңгеден неше теңге қалды? Шешімі, яғни 8 теңгеден 3 қалам көбейтеміз, 24 теңге, ал бізде жалпы 100 теңге болды, одан азайтамыз, 24 теңге. Қалам сатып алған ақшасын азайтамыз, сонда 76. Жауабы бізде қалды 76 теңге. Келесі, болды 80 теңге,
9 теңгеден деп тұр. Неше қалды? Екінші есеп. Бізде болды 80 теңге. 9 сатып алды. Сатып алды. 9 теңгеден. Неше дәптер? 1, 2 дәптер. 2 дәптер. Неше қалды? Соны табу керек. Шешімі. Бізде яғни 9 теңгеден 2 дәптер алды, я? Ол 18 теңге. Жалпы бізде 80 теңге болып тұр. Одан 18 теңге, яғни 2 дәптердің ақшасын азайтатын болсақ, 62. Жауап. 80 теңгеден қалды. Бізде 62 теңге қалды. Үшінші тапсырмасы енді. Бізде 3 болды. Неше теңге? 70 теңге болды. Мына 70 теңге болды. 70 теңге болды. Сатып алды. Сатып алды. Неше? 2 теңгеден. 2 теңгеден. Неше штук? 1, 2, 3, 4. Яғни 4 дана. 4 дана деп жазамыз. Табу керек. Неше теңгесі қалды? Шешімі. Жалпы 2 теңгені көбейтеміз 4 данаға. 8 теңге болады. Жалпы бізде 70 теңге бар. Оны 8 теңгені азайтатын болсақ, 62. Жауабы. 62 теңге қалды. Келесі тапсырма 500 теңгеге не сатып алар едің деп тұр. Яғни 300 теңгеге, 350 теңгеге кек сатып алайық, сосын 120 теңгеге сок сатып алдым, және 15 теңгеден 2 штук шоколад сатып алдым. Сонда барлығы, яғни 350-ге 120 қосақ 470, 15-ті 2 көбейтетін болсақ 30, барлығын қосатын болсақ 500 теңгеге осы 4 затты сатып алар едік. Келесі тапсырма бізге берілген 100 теңгеліктен 3-еу, 300 теңге, 200 теңгеліктен 2-еу, 400 теңге, 500 теңгеліктен 2-еу, ол 1000 теңге. Жалпы бізде 1700 теңге бар, я? Енді өзіміз есеп құрастыруымыз керек. Яғни 2 қарындаш сатып алайық 100 теңгеден, 2 штук, 3 кітап сатып аламын 400 теңгеден, бізде болды 1700 теңге бар бізде. Енді неше теңге қалды деп тұр. Жалпы 2 қарандашты есептеймін 100 теңгеден 200 теңге, ал 3 кітабым 400 теңгеден 1200 теңге. Екеуін қосатын болсақ 1400 теңге бар. Жалпы бізде 1700 теңге бар, одан 1400 азайтатын болсам 300 теңге қалады. Жауап 300 теңге қалады. Келесі есеп, есептер құрастыр. Болғаны неше теңге, сатып алынды неше теңгеден, және неше дана қалды, қанша теңге деп тұр. Яғни бізде бірінші есепте 100 теңге болды. Болды, 100 теңге деп жаздым. Ал 9 теңгеден деп тұр. Яғни 9 теңгеден 1, 2, 3, 4 штук, 4 дана сағыз сатып алдым, 4 дана. Бізде неше теңге қалды деп тұр. Енді 9 теңгеден 4 сағызымды есептеп алдым, 36 теңге болады. Жалпы бізде 100 теңге болды. 36 теңге сағыздың ақшасын алып тастасам, бізде қалады 64 теңге. Келесінде бізде болды 90 теңге, 10 теңгеден 1, 2, 3, 4, 5 өшіргіш сатып алды. Яғни бізде болғаны 90 теңге, сатып алынды 10 теңгеден 5 дана, неше штук қалғанын табуымыз керек. Жалпы енді 10 теңгені 5-ке көбейтеміз, 50 теңге болады. Бізде бар болғаны 90 теңге, одан 50-ді азайтатын болсақ, 40 теңге қалады. Келесі үшіншісінде бізде болды 60 теңге, 7 теңгеден 1, 2, 3, 4, 5 дана печенье сатып алды. Қалғанын табуымыз керек. Яғни 7 теңгеден 5 штук печеньені көбейтеміз, сонда 35 теңге. Жалпы бізде 60 теңге болды, одан 35-ті азайтатын болсақ, бізде 25 теңге қалады. Келесі 6-шы есеп, бізге берілген бірінші есепте 25-тен азайтамыз 5000, оған қосамыз 12000. Бұл жерде бірінші орындалатын амал азайту, одан кейін қосу амалы. 25-тен 5-ті азайтатын, 5000-ді азайтатын болсақ, ол 20 мыңға тең болады. Оған қосамыз 12 мыңды.
тең 32 мыңға тең болады. Келесі екінші есеп, бірінші азайту, одан кейін тағы азайту амалы тұр. Бұл жерде жақшаның ішінде азайту амалы бірінші орындалады, одан кейін сыртындағысы орындалатын болады. Бірінші жазамыз 80 мың. Азайту 35 мыңнан 30 мыңды азайтатын болсақ, 5 мыңға тең болады. 80 мыңнан 5 мыңды азайтатын болсақ, 75 мыңға тең болады. Келесі үшінші, бұл жерде бірінші жақшаның ішінде азайту амалы, одан кейін қосу амалы орындалады. Яғни 56 мыңды жазамыз, оған қосамыз 4 мыңды тең болады, 60 мыңға тең болады. Төртінші, бірінші қосу амалы жақшаның ішіндегі, одан кейін азайту амалы орындалады. Бірінші 25 мыңды жазып аламыз, одан азайтамыз 17 мыңды тең болады 8 мыңға. Келесі бірінші азайту амалы жақшаның ішіндегі, одан кейін сырттағы азайту амалы орындалады. 80 мыңнан азайтамыз 35 мыңды 55 мыңға тең болады. Одан азайтамын 30 мыңды тең 25 мыңға тең болады. Келесі бірінші жақшаның ішіндегі қосу амалы, одан кейін азайту амалы болады. 56 мыңға 20 мыңды қосатын болсақ, 76 мыңға тең болады. Одан азайтамыз 16 мыңды 60 мыңға тең болады. Келесі тапсырма, 8 бірдей тиынның біреуі жалған, бірақ ол басқасынан жеңіл. Ең аз өлшеу арқылы жалған тиынды қалай тауып алуға болады? Яғни бұл жерде біреуі басқасынан жеңіл деп тұр, иә. Бірінші 8 тиын тұр, иә. Таразының оң жағына 10 тиыннан 4-еуін, сол жағына 10 тиыннан 4-еуін қояйық былай. Сонда 4 теңгеден өлшеген боламыз. Екінші, осының енді біреуі жеңіл болсын. Мысалы, үстіндегісі жеңіл болсын. Оны 2-2-ге бөліп орындаймыз. Сонда мына жағына 2 тиын, ал мына жағына 2 тиынды қоямыз. Сонда 2-2-ден қоямыз. Ал келесі, енді осының мына екеуі жеңіл болса, сонда 1-1-ден, яғни мына жаққа біреу, мына жағына тағы біреуін қоямыз. Сонда 1-1-ден өлшейміз. Сонда жауабы 3 рет өлшеу арқылы жеңіл тиынды табуға болады. Жеңіл тиынды табуға болады. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 24-ші сабағымыз аяқталды. Менің видеома лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.